Мені қазір Жетісу өлкесі бауырына басып, осы жердің төл баласындай болып кетсем де, туған жерім солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Үлгі деген ауыл. Бір-бірімен жалғасып жатқан орман, ауылдың екі жағында тостағанға құйғандай шағын ғана екі көл, жазық дала, менің туған жерімнің суреті. Сол көзіңе қарасаң, көзіңе ештеңе кедергі келтірмейтін жазықтықтан таулы өлкеге, Жетісу жеріне табан тіредім. Алматыда білім алдым, Таразға келін болып түстім. Міне, бір мүшелден асып барады. Алматы облысындағы Текелі қаласында тұрып жатырмыз. Жалпы мен кішкентай кезімде өте зерек болдым. Өзімнен 2 жас әпкем бар. Соның әліппесін, әріпті толық танымасам да, жатқа айтып жүретін есімде. Кейін өлең тақпақтарды жаттап, мәнерлеп емес, тақылдатып айта беретін. Ал жалпы өлеңді, поэзияны түсіне бастау мектеп бағдарламасында бар ғой, Мұқағали Мақатаевтың «Аққулар ұйықтағанда» деген поэмасын оқығанында оянған сияқты. Сол поэманы көзімнен жас парлап тұрып оқыған есімде. Мұғалім үйге тапсырма берген, сол поэмадан алған әсерлеріңді өлең қылып құрастырып келіңдер деп. Сонда ең алғашқы өлеңім деуге болады, қағазға түскен. Жаңағы «Аққулар ұйықтағанданың» әсер еткен соншалық 5-6 шумақ ешқандай қиналыссыз жазылған. Оған қазақ тілі мен әдебиетінен сабақ беретін апайымыз да жақсы баға берген. Бірақ ол өлең сақталған жоқ. Содан бастап тағы бірдеңе жазып көрейінші деген қызығушылық, жалпы бір өлеңге аңсар көңіл басталды. Жалпы өлеңде, жаңа айттым ғой, Мұқағалидың поэзиясы өлеңге мені ғашық етті. Жаңағы «Аққулар ұйықтағанданы» оқығаннан бастап, Мұқағалиді іздеп оқитын болдым. Ауылдағы кітапханадан Мұқағалидың өлеңдер жинағын алып, ішіндегі өлеңдерді оқыған сайын бір сезімімді тербеп, бала жүрегіме жетіп жатты. Сондағы бір «Аққайың әні» деген поэманы жаттап ылғи айтып жүретін. Одан кейін келе Мұхтар Шахановтың өлеңдеріне тәнті болдым. Шахановтың да бірнеше өлеңдерін, поэмасын бертінге дейін жатқа айтып жүретін. Жастық кезде жады деген мықты болады ғой. Жаңағыдай әсер еткен өлеңдер тез жатталатын, және қайта айтып жүргеннен кейін ол ұмытылмайтын. Жақсыдан үйрен, жаманнан жирен дейді ғой. Жалпы оқи келе, үйрене келе көкжиегің кеңейе түседі. Маған кездескен жақсының бәрін үлгі тұтамын. Адамның адами, рухани тұрғыдан жетілуін үлкен жетістігі деп санаймын өзім. Осы тұрғыда менің бір жеткен, үлкен бе кішкентай ма кім білсін, бір жетістігім, мен кешіре білуді үйреніп келем. Бұрындары біреу көңіліме тиетін сөз айтса, ренжітсе, бетіме мәдениетті түрде түкірсе,
бір ішімде қыжыл пайда болып, оның бетіне ештеңе айтпасам да, өзім іштей өзімді ақтап, оны соттап, бір ішімде бір соғыс жүріп жататын. Сол адамды қажытатын. Ал қазір кешірімді болуды үйренгеннен кейін ішімде бәрі жеп-жеңіл. Өзім жаратушыдан бір кешірім сұрап тұрып, басқа біреуді кешірмейтіндей мен кіммін деген ой мені бір жеңіл бір әлемге алып шықты. Жүрегімді тыныштытты. Мынау қысқа ғана ғұмыр ғой, сонда бір-бірімізге кешірімді болсақ, өмірдің мәнінде жақындай түсетін сияқты. Кітап оқығаннан бастап, әңгіме, өлең, повесть, роман оқығаннан бастап, сен сондағы халды, сондағы әсерді, сондағы кейіпкерлердің психологиялық дамуын, сондағы шиеленістерді, сондағы соңғы бір шешімді оқып, танып, жан-жақтан сараптай келе, сен өзіңді кәдімгідей тәрбиелейсің. Сен өзің үшін бір түзу жолды табасың. Сондықтан да әдебиеттің бергені көп. Жалпы сағыныш деген ұлы бір сезім ғой. Сағыну адамды мейірімдетеді, жүректі жұмсартады. Сағыну адамды қатайтады. Сағыну адамды қанаттандырады. Кімді сағыну бар, нені сағыну бар, кейде бір сен әлі білмейтін, жете түсінбейтін, бірақ та соны бір аңсап тұратын, сағынып тұратын кездер болады. Сен оның суретін де білмейсің, сен оның дәмін де түсін де білмейсің, бірақ та сол бір нәрсені сағынасың. Жазира белдер қуанышыңды болмасын мәңгі шектемек, алдыңнан орман кес-кестеп шықса, сағынышыңмен көктеп өт деп Төлеген Айбергенов жырлағандай сағынышты ешкім терең жырлаған жоқ шығар. Жалпы сағыну, сағыныш, сағына білу өмірдің де, өлеңнің де бір бақыты деп білем. Адамда арман көп болады ғой. Армансыз адам болмайды дейді, армансыз күнім болмайды деген өлеңдер бар, Жалпы тарау әрқилы армандарымыз бар. Дәл қазіргі арман тілегім әлемді жайлаған індет іргесін аулақ салып, елімізде, жерімізде тыныштық болса екен деймін. Және менің жеке бір арманым әкесі аманаттап кеткен ұл-қыздарым дені сау, иманды, саналы, ақылды, абыройлы болып, өмірден өз орындарын тапса деп армандаймын.